Қазақстандық ойыншы итальяндық топ клубтың сапына ауысуы мүмкін. ПСЖ-ға енді Чемпиондар лигасының келесі кезеңіне өту қиын болады. Рамос әлем чемпионатына қатысуды армандайды. Өткен видеодағы сұранысымыздан кейін бізге жаңадан 88 жазушы тіркелген және біз сұраған 1000 лайкты сіздер қайтадан тез арада жинап тастаған екенсіздер. Керемет қызу белсенділіктеріңізге алғыс айтамыз. Келесі видео шыққанға дейін әдетінше тағы да 1000 лайк санын жинап тастайық. 50%-дан астам көрермендеріміз біздің видеоларды тіркелмей көреді. Бір ғана батырманы басып, егер әлі де тіркелмеген болсаңыздар, біздің арнаға жазып қоюларыңызды сұраймыз. Ендеше бастаймыз. Илкай Гюндоганның Манчестер Ситимен келісім шарты осы маусымның соңына дейін жарамды және келісім аяқталғаннан кейін немістік ойыншы ағылшындық командадан су тегінге кетуі мүмкін. Тараптар әзірге жаңа келісім шарт бойынша ортақ келісімге келе алар емес. Гюндоганның жағдайын Бавария клубы бақылап отыр делінуде. 32 жастағы футболшының болашағы шамамен әлем чемпионаты турнирінен кейін барып белгілі болмақ. Манчестер Юнайтед клубы қаңтар айының аяғына дейін шабуылшы Маркос Решфордпен жаңа келісім шартқа отыру мәселесін шешіп тастауға мүдделі. Футболшының клубпен қазіргі келісімі 2023 жылдың жаз айында аяқталады. Манкуниандықтар Решфордпен ұзақ мерзімді жаңа келісім шартқа отыруды қалайды. Футболшының жеке өзі де командада қалғысы келеді және клубтың жаттықтырушылар штабының Решфордтың ойындарына көңілдері толуда. Чемпиондар лигасының топтық кезеңінің ақырғы турлы ойыны қарсаңында ПСЖ клубы сырт алаңда Ювентусты 1-2 есебімен жеңді. Париждіктер жеңіске жетсе де, сондай-ақ 14 ұпайды жинаған болса да, бұл оларға топта бірінші орынды алуға көмектесе алмады. Бірінші орынды күтпеген жерден Бенфика алып кетті. Кеше олар Маккаби Хайфаны сырт алаңда 1-6 есебімен тас-талқан етіп жеңді. Бірінші орын не, екінші орын не, бастысы топтан шықса болды емес пе дейтін шығарсыздар. Дегенмен мына мәселе бар. Топта бірінші орын алған командаларға басқа топтан екінші орын алғандар, яғни сәл жеңілірек қарсылас түседі. Осылайша ПСЖ-ға міне мына командалар қарсылас болып қалуы әбден мүмкін. Бавария, Реал, Манчестер Сити немесе Челси. Қысқасын айтқанда келесі кезеңге өту үшін қиын қарсылас жолығады. Чемпиондар лигасы турнирінің ағымдағы маусымының топтық кезеңі аяқталып, келесі кезеңге жолдама алған барлық командалар анықталды. 8-ден 1 финалдық кезеңге мына 16 команда жолдама алып қойды. Жеребе тарту рәсімі 7 қараша күні өтіп, барлық командалар өз қарсыластарын анықтайтын болады. ПСЖ-ның шабуылшысы Лионель Месси француздық команданы сапынан ірі жүлдені жеңіп алмайынша ешқайда кеткісі келмейді. Илики баспасының ақпараты бойынша аргентиналық ойыншы Париждік клубтың істеріне еліктеп көбірек араласуға ұмтылуда. Деректерге сүйенсек, Месси үлкен авторитетке ие. Сонымен қоса ол ПСЖ командасының жаттықтырушылар штабы қабылдайтын шешімдерге жеке араласуда. Мессидің Париждік клубтағы болып жатқан қазіргі жағдайларына көңілі толуда. Ливерпуль Дортмундтық Боруссияның жас шартылай қорғаушысы Джуд Беллингемнің трансфері үшін 100 миллион еуроны төлеуге дайын. Спорт Билд баспасының ақпаратына сүйенсек, ағылшындық клубтың жаттықтырушылар штабы мен клуб басшылары осы ойыншының трансферін жүзеге асыру үшін қолдан келгенше барынша тырысу керек деген шешімге келген. Алайда дегенмен немістік клуб Беллингемді өте қымбатқа бағалап, ол үшін 150 миллион еуроны сұрап отыр. Пари Сен-Жерменнің қорғаушысы Серхио Рамос алдағы әлем чемпионатында Испания құрамасының сапында өнер көрсетуді армандайтынын жеткізді. Құраманың намысын қорғау мүмкіндігіне ие болу қаншалықты маңызды екенін бәрі біледі. Мен өзімді қайтадан жақсы сезінудемін және дайынмын. Бірақ әрине бұл маған емес, Луис Энрикеге байланысты болады. Мен оны қатты құрметтеймін. Құрама қатарына оралып, осы әлем чемпионатында ойнауды армандаймын, деп жеткізген екен испаниялық қорғаушы.
Барлық еуропалық топ 5 лигаларда қосып есептегенде осы маусымда әлі жеңіліп көрмеген жалғыз бір ғана команда қалды. Өткенде ғана жеңілмей келе жатқан Наполи Чемпиондар лигасының 6-шы турлық матчында Ливерпульден 0-2 есебімен жеңіліп қалған болатын. Осындай үлгіде ағымдағы маусымда әлі мүлдем жеңілмеген бір ғана клуб қалды. Ол ПСЖ командасы. Францияның чемпиондары 19 матчта 15 рет жеңіске жетіп, 4 рет тең ойнап, жеңілмей келеді. Астон Вилла командасы Реалдың бельгиялық шабуылшысы Эден Азарға қызығушылық білдіруде деп хабарлайды Дефенса Централь баспасы. Деректерге сүйенсек, ағылшында клуб футболшыны алдағы қысқы трансферлік терезеде өз саптарына қосуды жоспарлауда. Астон Вилланың жаңа бас жаттықтырушысы Унай Эмеридің бұл трансферге еш қарсылығы жоқ. Испандық бапкер Хаби Алонсо кем дегенде алдағы қыс айына дейін Байер командасын жаттықтыру жұмысын жалғастыра бермек. Осы жайында Sky Sport баспасы хабарлауда. Мәліметтерге сәйкес немісті клуб басшыларының бапкердің жұмысына көңілдері толуда және олар оған сенім артады. Айта кетсек, Алонсо Ливеркузенді команданы қазан айының басында тізгіндеген болатын. Оның тізгінінде немістік ұжым 6 ойынның тек біреуінде ғана жеңген екен. Барселонаның бұрынғы футболшысы Андрес Иньеста польшалық шабуылшы Роберт Левандовскийдің ойындарына қатысты сөз қозғап өтті. Роберт өте тиімді ойнайды. Оның голдарының техникасы мол және өте әдемі. Ол өзінің физикалық сапасын қолданады. Ол тек нәтижелі көрсеткіштермен ғана емес, өзінің жас ойыншыларға бере алатын тәжірибесімен Барселонаның лидері бола алады. Деген екен Иньеста AS баспасына берген интервьюінде. Осы маусымда 34 жастағы шабуылшы Барса сапында 17 ойынға қатысып, 18 голды соғып, 4 нәтижелі пас жасап көзге түсті. Манчестер Ситидің қорғаушысы Жоау Кансело ағылшынды командадан әзірге ешқайда кеткісі келмейтінін білдірді. Осының алды португалдық ойыншы келесі жазда басқа клубқа ауысуы мүмкін екені хабарланған болатын. Маған бұл жерге бейімделу үшін уақыт қажет болды. Мен Манчестер Ситиде ұзақ жылға қаламын деп үміттенемін. Себебі өзімді осы жерде жақсы сезінудемін, деп жеткізген екен Кансело тілші Фабрицио Романоға берген сұхбатында. Осы маусымда 18 ойынға қатысқан португалдық қорғаушы 2 гол және 5 голдық пасты еншілеген. Итальяндық топ-клуб қазақстандық футболшыға көз тікті. Аталанта командасы Бахтияр Зайнутдиновқа қызығушылық танытып отыр. Итальяндық ұжымның скауттары ойыншыны бақылап жүрген көрінеді. Осы жайында инсайдер Николас Кира хабарлауда. ЦСКА клубы Зайнутдиновтың трансфері үшін 5-6 миллион еуроны сұрап отырғаны да белгілі болды. Бахтияр мәскеулік команда сапында 2020 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Аталанта клубы Италия чемпионатының турнирлік кестесінде 27 ұпаймен екінші орында орналасқан. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесінде кездескенше аман сау болыңыздар.